31 тамыздан бастап облыста аналогтық жүйе арқылы хабар тарату тоқтатылады. Сондықтан өңір тұрғындары цифрлық жүйеге қосылуы тиіс. Тиімділігі сол, цифрлық қабылдағыш бір жиілікте облыс орталықтарында тұратындарға 30, ал шалғай елді мекендерге қоныстанған халыққа 15 телеарнаға дейін хабар таратады. Сапасы да әлде қайда жоғары болмақ. Аналогтық сандық жүйеге көшудің еш қиындығы жоқ дейді мамандар. Бар болғаны цифрлық қабылдағышты сатып алу жеткілікті. 31 тамыздан бастап Ақтөбе қаласы, Қандыағаш қаласы, Хромтау, Шалқар, Ембі және де Қарауылкелді ауылында аналогты телевидение өшіріледі. Бұрынғы таңда, бұрынғы кезде осы елді мекендерде 4 каналға дейін көрсетілді. Ақтөбе қаласы 11 каналға дейін, ал облыстан төмен кездерде ол кезде 4 каналға дейін көрсетілді. Мысалы, Қазақстан хабар 24 каналдары болатын болса, бұрын аналогты TV. Қазіргі кезде КТК, Астана телеканалы, Балапан және де Қазақстан барлығы цифрлық күйде көрсетіледі. Көне телевизорлер бар адамдар приставка сатып алу керек. Қазіргі базарларда және де дилерлерде өздерінің жаңағы нелері бар, точкілері бар, яғни солардан сатып алады. Оның құны 5 мыңнан жоғары тұрады. Қазіргі телевизорлердің көбісінде ішінде уже орнатылған. Яғни телевизорлер поддержка жасаса, яғни DVB T2 деген, оларға дециметровый жаңағы сыртқа наружный антеннамен сторону телевишке қарату керек болды.